Сәлем достар. Соңғы сауалнамамды өткен болсаңыз, немесе бұл видеоның алдында шыққан видеоны көрсеңіз, көпшіліктің таңдауы уақыт аралық саяхат ғылыми фантастика емес, ғылыми факт атты тақырыпқа түскен біле аласыз. Әрине, уақыт аралық саяхаттар мүмкін нәрсе, және мен теориялық немесе виртуалды саяхат жайлы айтып тұрған жоқпын. Уақыт аралық саяхаттар ғылыми дәлелденген, тіпті осы жайлы құжатталған жағдайлар да бар. Жалпы салыстырмалық теориясы уақыт бүкіл ғаламда бар және оның ағымының жылдамдығы орын мен жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін дейді. Салыстырмалық теориясына сәйкес, уақыт ағымының жылдамдығы әсер ететін екі фактор бар. Бұл ауырлық күші және кеңістіктегі қозғалыс жылдамдығы. Қозғалыс кезінде уақыттың баяулауынан бастайық. Скотт Келли атты астронавт ГХС, яғни МКС бортында 1 жыл өткізді. Осыдан кейін жерге оралғанда ол інісі Марктан 2 минутқа кіші болып шықты, яғни ол болашаққа саяхат жасады. Неге бұлай болды? Арнайы салыстырмалық теориясына сәйкес, барлық қозғалатын заттар уақыт өте келе баяулайды. Ұшақтың жылдамдығында немесе жүрдек пойызда әрине уақыттың айтарлықтай баяулауын сезіну жеткіліксіз. Бірақ жылдамдық неғұрлым көп болса, айырмашылық соғұрлым айқын болады. Ғарыштық жылдамдықта уақыттың баяулауы айқын байқалады. Жылдамдығы 7,5 км секундына болатын ГХС, яғни МКС бортында әрбір ғарышкер болашаққа уақытпен саяхаттайды және баяулау әсері жинақталады. Сәйкесінше, адам орбитада неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым ол болашаққа барады. Теориялық тұрғыдан, егер біз үлкен жылдамдықпен қозғалатын кемелер жасауды үйренсек, уақыт аралық саяхаттауды да үйренеміз. Егер кеменің жылдамдығы физика заңдарына қайшы келмейтін жарық жылдамдығының 0,0995 бөлігі болса, онда кемедегі 1 жыл жердегі 10 жылға тең болады. Бұл тиісінше уақыт машинасы. Енді гравитациялық уақыттың баяулауына көшейік. Жалпы салыстырмалық объект массивтік денеге неғұрлым жақын болса, және бұл дене массивтік болса, берген объект үшін уақыт соғұрлым баяу болады. Егер сіз бірнеше синхрондалған сағат алсаңыз, кейбіреулер теңіз деңгейінде, ал басқалары ГХС бортында болса, онда олар тез синхрондалады, жердегі сағат артта қалады. Және біз неғұрлым ұзақ байқасақ, сағаттар арасындағы айырмашылық соғұрлым көп болады. Бұл әсерді барлық ғарыш техникасын жасау кезінде ескеру қажет. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, егер жердегі орнында қарлық құрдым сияқты әлдеқайда массивті объект болса, онда айырмашылық айтарлықтай болады деп қорытынды жасауға болады. Уақыт аралық саяхаттар тақырыбында ақпараттар өте көп болғандықтан, видеоны 2 бөлікке бөлуді дұрыс деп шештім. Әрине, екінші бөлігі сіздердің лайктарыңызға қарай шығады. Сондықтан лайк басып, егер арнаға жазылмасаңыз жазылып, жанында пайда болатын қоңыраушаға баса салыңыз. Қоңырауша сіздің келесі бөлімін бірден көруіңізге ықпал етеді.